Сәлемет аға жеңге әкпе жездерлер ойықтар ғой, В общем, мен сіздерге айтайын. Ойық сияқты ел жоқ. Сразу басын шешіп айтып алайық осы жерде. Әйтпесе басқа мемлекет елдер отыр ғой мына жерде. Ошақты дейді, шапырашты, адай дейді, далбаса. Ойыққа жетемейсіңдер. Мен дәлел ретінде айтып берейін ба? Елдің бәрі шапырашты дейді, ел басқарып жатыр. Біреусі адай дейді, мұнай басқарып жатыр. Бәрі далбаса. Шапырашты мен адай көшеде ерегісіп тұр дейді. Жерде 500 теңге жатыр дейді. Шапырашты айтады дейді, адай, ана 500 теңгені аласаш деп. Сөйтсе адай айтады дейді, көке, мен адаймын. Аспанда Құдай, жердің астында мұнай, ортасында адай. Сөйтіп тұрып 500 теңгеге бола еңкейем ба? Еңкеймеймін, сен ал деп. Сөйтсе шапырашты айтады дейді, көке, мен шапыраштымын. Атам патша. 500 теңгеге бола еңкейем ба? Еңкеймеймін. Сен ал деп еке берексіз тұрған ғой. Сөйтсе ойық өтіп баратыр дейді. Осы ойық шақырайықшы, Ақбалада деп. Ойық бергеш деп. Ойық келе жатыр дейді, бірдеңке бұйрық қалама деп келе берді осы ойықтан. Не болды депті ойық. Сөйтсе ана екеуі айтады дейді, ойық, ана 500 теңгені аламай тұр екем, сен аласаш деп. Сонда ойық айтыпты ғой, жігіттер айдетпеңдер. Мен ойықпын. Ойық болып тұрып, никогда 500 теңгеге бола еңкеймеймін деп, қалтасынан 5000 теңге шығарып жерге тастап, 5500-ге еңкеюге болады деп алып келген. Амалын тауып алған. Ана екеуінің ми жетпей тұрды соған. Алып кету керек қой, тастамау керек қой. Жасасын ойықтарды бір шапаля керек қойыңыздар ойықтардың құрметіне. Қонайықтай көсем, бөлтіріктей шешен шыққан ойықтармен ойнамаңдар. Ойықпен құда болсаң жүресің нықат ойып дейді қазақта. Кеттік ортаға Оразбай, Меңсұлу бастаған, Әби Бақыт, Рахат Ділдахан, Нұршат Райымбек Асида, Құрал Зәуре, Шалқар Халима, Жандар Жанар, Жанат дейді. Әкпелеріміз бар. Нұрлан дейді, Базаркүл, Нұрман, Әтіркүл, Сұлтан, Гуля, Рахия Асан, Жарқынай есімді қасиетті аға жеңге әкпе жездерлерге арнайы сәлем. Кеттік ортаға, той қыласын ойықтар.